1960 жылы 3 наурызда Қазақ СССР Министрлер Кеңесінің қаулысымен Жаңарқа ауданының орталығы Атасу поселкесінде 178-ші ауыл шаруашылығын механикаландыру училищесі құрылған болатын. Алғашқы жылдары училищенің оқу материалдық базасы жоқтың қасы. Білікті мамандар мен инженер-педагогтар кадры жетіспейтін. Оқушылар мен қызметкерлердің күшімен 1962 жылы жатақхана, 1963 жылы шеберхана, 1964 жылы асхана оқу корпусы мен әкімшілік ғимараты салынып, пайдалануға берілген болатын. 1970 жылы гараж шеберхана, қазандық және бірнеше қойма салынып, пайдалануға беріледі. Инженер-педагог кадрлардың білікті мамандармен толықтыру жақсара бастайды. Алғашқы жылдары училище трактористер мен комбайнерлерді қысқа мерзімді курстарда оқытып дайындайды. Училищеге оқушылар Ресейден, Татарстаннан, Қырғызстан, Украинадан және тағы басқа жерлерден келіп білім алды. 1970 жылдан бастап оқуға қазақ жастары кеңінен тартыла бастады. Осы жылдары училищеге жергілікті маман инженер-педагогтар, жоғары білімді мұғалімдер келіп жұмыс атқарды. Олар Бөкенаев, Иманбаев, Омаров, Қалжанов, Әмзин, Ахметов, Рақымжановтар еді. 178-ші селолық кәсіптік техникалық училище 1973 жылы Жезқазған облысы құрылуына байланысты 12-ші кәсіптік техникалық училище болып атанды. 1979 жылы Қазақ СССР кәсіптік техникалық білім беру мемлекеттік комитетінің шешімімен училище орта кәсіптік техникалық училище болып қайта құрылып, оқушыларына мамандықпен қоса орта білім бере бастады. 1980 жылы 3 қабатты оқу корпусы, жабдықталған оқу кабинеттері бар ғимарат салынып, пайдалануға берілген. Сол жылы жас ұрпақтарды тәрбиелеу мен оқытудағы жемісі зор еңбегі үшін училищеге Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты атағы берілген. Сол сияқты бүкіл одақтық социалистік жарыс қорытындысы бойынша селолық кәсіптік техникалық училищелер арасынан жеңімпаз ретінде танылып, училищеге бүкіл одақтық орталық кәсіподақтар одағы кеңесі сыйлығының лауреаты атағымен қоса диплом тапсырылған. 1996 жылы бұрынғы совхоздар мен ауыл шаруашылығы мекемелерінің таратылуына байланысты механизатор кадрларына сұраныс болмай, аудан бюджетінің тапшылығынан кәсіптік мектептің жабылып қалуы қаупі төніп тұрған уақытта мектеп директорлығына Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері, республикаға еңбек сіңірген жаттықтырушы, СССР физкультура ісінің озаты, Қазақстан Республикасы кәсіптік техникалық білімінің озаты, Жаңарқа ауданының құрметті азаматы, іскер басшы, талантты ұйымдастырушы Ғазым Жарылғапов тағайындалады. Басшының өзгеруі 10 нәтиже беріп, мектеп өзін-өзі қаржыландыру дәрежесіне жеткен болатын. Тәлім-тәрбие жұмысы жоғары деңгейде көтерілген. Егеменді ел атанғаннан бері білім күні, Конституция күні, мұғалімдер күні, танысу кеші, туған күн, күзгі бал, тәуелсіздік күні, тағы басқа тақырыптарда әңгіме, кеш, кездесу, байқаулар өтіп тұрған.